Украинадағы соғысты тоқтатудың жаңа кезеңі басталды ма? Президент Владимир Зеленский Мәскеу мен Вашингтонның қарауына ұсынылған бейбітшілік жоспарының ең маңызды тұстарын ашық жариялады. Бұл құжатта 1000 шақырымдық майдан шебінде демилитаризацияланған, яғни қарусыз аймақтар құруы көзделген. Бұл Киевтің соңғы 4 жылдағы ең үлкен дипломатиялық шегінісі ме, әлде жеңіске бастар жаңа стратегия ма? Бүгін біз осы тарихи жоспардың құпия тұстарын талдаймыз. Reuters және The Wall Street Journal агенттіктерінің хабарлауынша, Зеленский мен ақш келіссөзшілері дайындаған 20 тармақтан тұратын жоспар майдан шебін қазіргі күйінде бекітуді ұсынады. Ең басты жаңалық Донецк, Луганск және Запорожье бағыттарында қарусыз буферлік аймақтар құру. Зеленскийдің айтуынша, Украина өз әскерін кейбір аумақтардан 5-10 тіпті 40 шақырымға кейін шегеруге дайын, бірақ бұл қадамды Ресей жағы да дәл солай қайталауы тиіс. Бұл аймақтарда халықаралық бітімгерлер мен спутниктік бақылау жүйелері орнатылады деп күтілуде. Бейбітшілік жоспарының тағы бір маңызды тұсы Украинаның НАТО-ға мүшелікке ұмтылысын уақытша тоқтатуы. Оның орнына Киев ақш пен Еуропадан НАТО-ның 5 бабына ұқсас әскери кепілдіктер талап етіп отыр. Яғни, егер Ресей келісімді бұзып қайта шабуыл жасаса, батыс елдері Украинаға тікелей әскери көмек көрсетуге міндеттеледі. Сонымен қатар, жоспарда Украина армиясының санын бейбіт уақытта 800 000 адам деңгейінде сақтау қарастырылған. Зеленский бұл құжаттың Украина үшін ең әділ формат екенін, бірақ соңғы шешімді халық референдум арқылы қабылдайтынын жеткізді. Мәскеу бұл ұсыныстарға әзірге нақты жауап берген жоқ. Кремль Донецк облысын толық бақылауға алуды талап етіп отыр. Қалай ойлайсыз, қарусыз аймақтар соғысты шынымен тоқтата ала ма? Әлде бұл тек уақытша тыныштық па? Пікірлеріңізді төменде қалдырыңыз. Жаһандық саясаттың ең маңызды жаңалықтарын EBB News'тен өткізіп алмаңыз. Арнамызға жазылыңыз.